Каналымның құрметті көрермендері, бүгін біз сіздермен 120-шы сабақтың есептерін шығаруға тоқталамыз. Бұл сабақта біз бүгін тік төртбұрыштың ауданын, енін және ұзындығын табатын боламыз. Сонымен бірге есептерді шығаратын боламыз. Математикалық фокус орындаймыз және таяқшамен жұмыс болады. Екінші есеп. Өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есептеп тексеру керек. Бұндай тапсырманы біз алдыңғы сабақтарда орындаған болатынбыз. Соған ұқсатып, мәнін тауып шығамыз. Үшінші мысалда, өрнектерді баған түрінде жазып, амалдар бойынша есептеу керек. Бұл жерде әуелі бағдарлама құрып аламыз. Қайсысы бірінші орындалады, қайсысы екінші, үшінші және төртінші орындалады. Осы амалдар бойынша баған түрінде жазып, есептеп шығамыз. Бұндай тапсырманы да біз алдыңғы сабақтарда орындап жүрген болатынбыз. Сондықтан көп қиындық туғыза қоймайды. Енді төртінші есепке тоқталайық. Төртінші есепте кесте бойынша есеп құрастырып, оларды шығару керек. Мынандай тік төртбұрыш берілген. Осы тік төртбұрыштың ұзындығы, ені және ауданы. Бірінші тік төртбұрыштың ауданын табу керек. Екінші тік төртбұрышта аудан мен ені белгілі, ұзындық табу керек. Келесі тік төртбұрыштың ұзындығы мен ауданы белгілі, енін табу керек. Соңғы тік төртбұрышта ұзындығын табу керек, себебі оның ауданы мен ені белгілі. Енді осыларды есептеп көрейік. Ауданды табу үшін ұзындығы мен енін көбейту керек. Яғни 17 сантиметр мен 3 сантиметрді көбейтеміз. Сонда бізде 51 сантиметр квадрат шығады. Келесі жағдайда бізде аудан бар, ені бар, ұзындығын табу керек. Ол үшін ауданды еніне бөлеміз. Елу алты мен 8-дің бөлімтісі көбейту кестесінде бар 7-ге тең. Енді 560-ды 8-ге бөлсек, 70 сантиметр ұзындығы болып шығады. Аудан белгілі болса, енін табу үшін ауданды ұзындыққа бөлеміз. Жиырма 5 метр. Келесіде ұзындықты табуымыз керек. Ол үшін 180-ді 9-ға бөлеміз. 18 бен 9-дің бөлімтісі бізде көбейту кестесінде бар. Ол 2-ге тең. Енді 180-ді 9-ға бөлсек, 20-ға тең болады. 20 миллиметрге тең. Мына жерде 25 емес, 15 болады екен, қателесіп кетіппін. Кешіріңіздер. Бесінші есеп. Балалардың музейге кіру билеті 45 теңге, ал ересектердің билеті одан 25 теңгеге қымбат. 2 ересек және 2 баладан тұратын отбасы музейге кіру үшін қанша теңге төлеуі қажет? Есептің шарты бойынша балалардың билеті 45 теңге тұрады. Сондай билеттен 2 балаға билет алған. Және ересектердің билеті сатып алынған. Ол мынаған қарағанда 25 теңге артық, демек 45-ті 20-ға қосамыз. Осы билеттен де 2 билет сатып алған. Енді осының барлығына қанша ақша төлеген табу үшін екеуін қосуымыз керек. Сонда бізде мына жерде 90, мына жерден 140, сонда 230 теңге төлеген. Ә бөлігінде анасы, әкесі, балалары көрмеге келді. Олар кіру билеттеріне барлығы 290 теңге төледі. Ересектердің билеті 85 теңге, ал балалардың билеті 40 теңге тұрады. Көрмеге қанша бала барды? Мінекей есептің шартын құрастырдық. Енді 85 теңгені 2-ге көбейтеміз. Неге? Өйткені бізде ересектер билеті 85 теңге, ал музейге 2 ересек адам барған, анасы және әкесі.
Сонда осы екі кісіге 170 теңге төледі. Енді барлығы 290 теңге болса, осы ата-анасына төлеген ақшаны алып тастайық. Сонда бізде 120 теңге қалады. Осы 120 теңгені 40 теңгеден балаларға билет сатып алған. Сонда 120 теңгеге қанша балаға билет алады? 120-ны бөлеміз 40-қа. Сонда олардың 3 баласы өзімен ілесіп барған. Демек 3 бала көрмеге барды. 6. Оқушылар бірінші күні 3 қатардың әрқайсына 16 көшеттен, ал екінші күні тағы 9 көшет отырғызды. Балалар 2 күнде барлығы қанша көшет отырғызды? Барлығын табу үшін біз бірінші күн мен екінші күнді қосуымыз керек. Бірінші күні қанша көшет отырғызды, соны табу аламыз. Ол үшін 3-ті 16-ға көбейтеміз. Оған тағы да 9 көшетті қосамыз. Сонда бізде барлығы 57 көшет шығады. 2 күнде балалар барлығы 57 көшет отырғызған. Ә бөлігі. Машина 120 км жол жүрді. Бұл барлық жүретін жолдың 3-тен 1 бөлігін құрайды. Барлық жүріп өткен жолдың ұзындығы қандай? Барлық жүрген жолымыз 3-тен 1 бөлігі. Жүріп өткен жолымыз барлық жолдың 3-тен 1 бөлігі. Енді біз барлық жолды табу үшін бүтінді табуымыз керек. Бүтінді табу үшін біз көбейтеміз. Бөлшекті табу үшін бөлуіміз керек еді ғой, ал бізде бөлшек бар. Бүтінді табу үшін кері қарай жүреміз де көбейтеміз. 120-ны 3-ке көбейтеміз. Сонда 360 километр барлық жол шықты. Санды тап деген математикалық фокус. Досыңнан бір санды ойлауды өтін. Бұдан кейін ол ойлаған санды 2-ке көбейту қажет. Нәтижесіне 8-ді қосу. Алынған нәтижені 2-ке бөлу керек. Ойлаған санды азайту керек. Сонда бізде 4 деген сан шығады дейді. Енді осыны көрейік. X-ның орнына кез келген санды қойып көрейік. Мысалы, 7-ні қойып көрейік. Мына X-ның орнына да 7-ні қоямыз. Ал есептейік. Мына жерде 14, 14-ке 8-ді қоссақ 21, 22, 22-ні 2-ке бөлсек 11, 11-ден 7-ні азайтсақ 4-ке тең. Шықты. X-ның орнына кез келген санды қойып, өзің тексеріп шықсаң болады. Сонда бізде 4 саны әрдайым шығып тұрады екен. 8. Теңдік тура болатындай бір санағыш таяқшаның орнын ауыстыр. Мұны 2 тәсілмен орындауға болады. Енді осыны орындап көрейік. Теңдіктің сол жағында бізде 9 таяқша, мына жақта 11-ді көрсетіп тұр. Рим цифрымен. Енді екі жағы тең болатындай болу керек. Бір таяқшаны ғана орын ауыстырамыз. Ол үшін мына таяқшаны алып, мына жерге қойсақ 9-ға тең. Мына жағы 9, мына жағы 9. Екінші тәсіл. Мына бір таяқшаны алып, мына жаққа қойсақ, мына жағымызда 10, мына жағымызда 10. Есебіміз шықты. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіз, мені қолдап комментарий жазып, лайк басып кетіңіз. Қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыз.